Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен банан пипай ағылшын пирогын пісіретін боламыз. Бізге қажетті заттар кеттік. Ұнымызды саламыз, үстіне сахарный пудрамызды саламыз, сары майымызды саламыз. Сары маймен жақсылап илеп шығамыз, песочный қылып. Осылай песочный болғаннан соң екі жұмыртқаның сарысын саламыз. Енді нанымызды илейміз. Мінекей осындай тестамыз дайын. Болчик жасап. Тестамыз дайын. Енді 180 градуста 15-20 минутқа пешке қоямыз. Кремімізді дайындаймыз. Коржимыз піскенше сливкемізді құйып, үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Миксермен взбивать етеміз. Бірінші жай бастап, одан кейін жайлап көтереміз. Крем болғанша взбивать етеміз. Креміміз дайын, дәл осындай масса шығу керек. Міне бізде коржеміз дайын. Енді осыған вареный сгущенка құямыз. Егер сіздер қатты тәттіні атсаңыздар, көбірек қойсаңыздар болады. Бізге осы жеткілікті. Енді үстіне бананымызды саламыз. Енді бетіне кремімізді жағып шығамыз. Енді мына жерде пипайдың насадкасы. Сонымен осылай сендеп шығып отырмын. Енді бетіне әсемдеп осылай какаомызды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.